Абылайдың үміткері 20-ға толмаған жас өспірім қыз. Жас айырмашылықтары бақандай 10 жас. Әрине, бір рет үйленіп, ажырасқан ересек ұлы бар. Абылайдың қуанышында шек жоқ. Өзі сұлу, сүйкімді, жап-жас, үріп ауызға салғандай қыз келген соң, Абылайдың бақыттан басы айналып жүргені бар. Абылайдың айтуынша, тым ерке, тым өзін еркін ұстайды. Бір қылықтарынан өзім ұялып кетемін. Әлде біздің жасымыз келіп қартайғанның белгісі ма, білмедім. Негізінде жақсы әйел болатынына сенемін. Өйткені жас шыбықтай жас болып тұрған кезінде тәрбиелесең, барлығына үйренеді дегенді анам айтып отыратын еді. Қандай кездесу болды өзі? Суббота күні көретін кездесу еді да, негізі. Жұма күні көріп қалдық енді. Сондай. Ұнады ма сіздерге? Білмеймін енді, көрермен өздері айтсын. Өздеріңізге ұнады ма? Өзімізге ұнады. Негізі іштен шыққан бір сезімдер ғой енді, бір артықша көп. Жалпы өте бір жақын арақатынас па, қалай өзі? Енді бір басталып келе жатыр ма деймін ше, бір сондай бір. Бәлкім. Негізі сіздердің жастарыңызда қанша жас аралығы бар? Ол кісі 21-де, мен 31-де. 10 жас, иә? Ой. Жалпы ұнап жатыр ма қыз? Кездесу болды ғой. Мынауский. Қыз ұнап жатыр ма? Қыз негізі, иә, ары қарай да ашқым келіп жатыр, жақын танысып деген сияқты. Бір соңғы эфирда мынау кім өзі деген сияқты бір сөздер бар еді. Соның бәрі бір сейіліп кеткен сияқты. Оның барлығы алда көреміз енді, келесі эфирлерде, тағы да бүгін де әлі алда бәрі. Мега келдік, машина қоятын жер жоқ, мына жаққа қойып кет. Болатын шығар енді деп. Что там? Гүлімді ұрлап кетсе ма бірге? Мегаға келатырмыз, Мегаға. Кино көруге. Киноның түбін сүріп атырық соңғы кезде. Бұл кісі бірақ өзі бір-екі киноны көріп стапты. Маған айтпай. Пинта дейді. Мына кісінің енді 21-ге толмағанына киноға кіре алмай жатыр енді. Не болып жатыр өзі? Яна, не болған? Тұшақпады ма? Не жағыл қапты? Жыладым бағана. Бола ма? Болмайды деп жатыр. Не істейміз? Болмай ма? Басқа біреудің удостоверениесін алып келейік онда. Ішке кіріп тексеремін. Билет алып алдық. Қазір киноны күтеміз 9-10-да. 18 бар ма деп сұрайды ғой мынаған. Мына кісіден 18 бар ма дейді. Мен айтып жатырмын, бұл кісі 31-де деп жатырмын да. Мен 25-темін деп жатырмын. Қалай жүрем мен енді? Көзіні байлап қойын ба? Ағарсақ. Еркекке қарайын ба енді дейді. Қызға қарайсың. Жоқ, маған айтады. Не қыздарға қарайсың дейді. Мен енді қалай еркектерге қарайын ба? Не істеймін? Не істеймін енді? Қарамам ешқандай. Мысалы қара бүйтіп, мен мысалы көзімен анайға дайын болды ма деп бүйтіп қараймын. И сол моментте бір қыз өтеді, сонда мен кінәлі боламын ба? Мен қанша жек көрсе де қарап тұрмын. Сен анаяққа барып келдің ғой жаңа мысалы. Түкке қарадым. Қойыңыз. Не істеймін? Аузымда шықпай қалды. Не істеймін? Енді өзім бір психологиялық сабақ өткізетін сияқтымын бұл кісімен. Атат деп. Баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Жігіттерге Акадзакидің тағамдары ұнатып қалып, мен Акадзакиге атын таң атпай, жігіттерге тамақ алайын деп. Акадзаки тура Розбакиеваның бойында бар. Қазір осы жерден өзімізге керекті тағамдарды собой алып кететін боламыз. Спортымызге. Баршаңызға Исаевтан жалынды сәлем. Кеше түнде енді жұмыс көрінбеді ғой, дұрыс бүгін күндіз көрсетейін деп тұрмын. Сіздерге кеше полный строительған қағып кеткенбіз түнімен. Міне уже крыша жайлап өзіне кеп қалды, Алла қаласа. Енді біткеннен кейін сіздерге көрсетемін тағы да қалай болатынын. Мына жанынан қарағаны, алдынан қарағаны қалай болатынын бір көрсетіп жіберейін. Алдынан қарасаң вообще басқаша. Екі уровеньмен жабылып жатыр бұл крышамыз. Енді бұл бөлек крыша ойнап тұр. Стилі де басқа,
уровень де басқа, биіктігі де басқа, в общем. Осылай кеше үлкен жұмыс атқарып кеткенбіз. Енді бүгін жігіттер стойкасын қағып, тағы да біраз жұмыс атқарады. Бұйыртса сондай қарқынмен 2-3 күнде уж қашан жауап істейтін сияқтымыз. Алла бұйыртса сол Исаевтамыз, жұмыстамыз әдеттегідей. Еңбек ету керек, жұмыс істеу керек. Күн жылы кезде осы күннің жылы екенін пайдаланып, тез крышаны жауып алсақ жақсы болатын еді. Ал жұмыс жақтан бір сторис болсын сіздерге. Кешегі қағылған стропиланың каждыйына балқаш подпор беріп шықты, яғни стой құрып шықты. Бер жағы полный бітті, енді балқаш ар жақтағы сторонаны қағып жатыр. Мына жаққа бүгін андай жарық қойып, кішкене видео түсіргенге әдемі болсыншы деп қойып қойдық. Жақсылық деген жігіт өрмелеп жатыр да, үстіне қарай. Стойкалардың бәрін қақып қойдық бұйыртса. Бүгіннің өзінде бір шама жұмыс атқарылып жатыр, кәдімгідей. Жаңадан бір жігіттерге кедергі жасамай ақ қойыншы деп түсірмедім. Енді сіздерге не жасап жатқанымызды бір түсіріп көрсетіп қояйын. Күн кәдімгідей сылқындап жатыр. Дүйсенбі күні қар жауады деп жатыр енді. Жаумай ақ қойса екен. Кішкене крышамызды жауып алғанша бір жәрдем болса екен. Дұға етіп қойыңыздаршы біз үшін. Алла қаласа аман есен бітіріп алайық осы крышамызды. Жаңа арғы қатар жақты түсіріп бердім сіздерге, мынау енді бергі қатар. Уже бергі қатардың стойкаларды қағалып бітті, бірақ стойкасы қалды мына жерде міне. Мынау да бір стойка қалды. Міне полный стойкалар қағып біттік. Алла бұйыртса. Істеп жатырмыз уже. Жаңбырға алып кетпейтіндей, қарға алып кетпейтіндей, істеген жұмысымыз ая кетпесін деп тез жауып тұрдық осы крышаны. Қалыпқа келтіріп жатырмыз. Далада күн кәдімгідей суық. Енді глаз алмаз дейді ғой, бәрібір көздің түсіргенін жеткізе алмайды телефон. Но бірақ мына қараңыздар, мына дүзбілікті қараңыздаршы. Қалай ровный тұр, міне. Міне мына жақтан болады екен. Қараңыздар, мына орта бізде полный, құдай қаласа зал болады, үлкен бір бөлме болады. Ана стойкалар алынады, ортадағы стойкалар көріп тұрсыздар, осының бәрін алып тастаймыз. Ана полный кең бір зал болады ғой, площадка болады, короче. Онда 5 кайф па? Кәдімгі шынымен де көздің көргенін бәрі түсіре алмайды фотоаппаратшы. Алла тағала біздің көздің сондай әдемі жаратқан. Адамның көзінің ұшы біраз жерге барады ғой негізі. Біздің көздік сияқты жаңағы пиксель жоқ іс жерде. Так что біз көзбен көріп тұрмыз бұл нәрсені. Сіздерге енді по телефону көрсетіп жатырмын, сіздер көрсіндер. Міне қарап алыңыздар тағы да бір рет.